Бүгінгі сабақта біз Python тіліндегі тізімдерді қолданып үйренеміз. Ол үшін бізге есімдерді сақтауға арналған тізімді құрайық. Тізімнің аты А болсын. Одан кейін тең қойып, тік жақшаларды ашып, осы тізімде орналасатын есімдерді өтір арқылы жазып шығуымыз керек. Және есімдер ол string типті, сондықтан біз тырнақшаларды қолданамыз. Енді оны print арқылы экран бетіне шығарып көрейік. Нәтижеде біз тізімнің барлық элементтерін шығардық. Және ол тізім элементтері екенін біз мынау тік жақшалар арқылы байқасақ болады. Енді мұнда біз тізім элементтерімен string элементтер сияқты жеке-жеке индекс арқылы жұмыс істеу мүмкіндігіміз бар. Мәселен, тізім атынан кейін тік жақшаларды ашып 0 деп жазатын болсақ, 0-ші индекс арқылы біз тізімнің бірінші элементімен жұмыс істей аламыз. Сонымен қатар біз теріс сандарды индекс ретінде қолдана аламыз. Мұнда -1 саны соңғы элемент индексі. Яғни теріс сан арқылы біз тізімнің элементтерінен кері жүре аламыз. Яғни мынау -1, -2, -3 осылай жалғаса береді. Сонымен қатар біз қос нүкте арқылы бұл тізім элементтерінің диапазонымен жұмыс істей аламыз. Мәселен, тік жақшалардың ортасына 2 қос нүкте деп жазып кететін болсақ, ол екінші индекста тұрған элементтен бастап, тізім соңына шейін барлық элементтерді қайтарады. Яғни екінші параметр берілмеген жағдайда біз тізімнің соңына шейін барлық элементтерді қолданамыз. Ал егер тік жақшалар ортасына қос нүктені қойып, екінші параметр ретінде 3 санын жазатын болсақ, бұл тізім басынан бастап үшінші индекске шейін элементтерді қайтарады. Яғни бірінші параметр берілмеген жағдайда біз бастапқы элементтен бастаймыз. Сонымен қатар элементтерді шығару кезінде қолданылатын қадамды да үшінші параметр ретінде жаза аламыз. Олай болса, видеоны паузаға қойып, келесі код нәтижесін тауып көріңіздер. Бұл кодтың нәтижесі бірінші индекстен соңғы индекске шейін 2 қадам арқылы тізім элементтерін қайтарады.